Оқу-ағарту, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт министрлігі әкімдіктермен бала құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілмен бірлесіп, балаларға арналған барлық мемлекеттік ұйымдарды, оның ішінде оңалту орталықтары, интернаттар, балалар лагерлері және тағы басқаларды кезең-кезеңімен жөндеу, материалдық техникалық базасын жаңарту бойынша тексеру жүргізеді. Бұдан басқа өзге министрліктер қолайсыз жағдайға тап болған отбасыларды ерте анықтау бойынша мобильді топтардың жұмысы мәселесін пысықтайтын болады. Отбасы, әйелдер мен балалар мәселелері бойынша көмек көрсету үшін бірыңғай мемлекеттік байланыс орталығы құрылады. Сондай-ақ жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға облыс орталықтарынан тұрғын үй беру мәселелері шешілетін болады. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қазақстан президенті бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиеваға балалардың құқықтарын қорғау және олардың қауіпсіздігі үшін жауапкершілікті күшейтетін заңнамалық түзетулер енгізу мәселелеріне басты назар аудару қажеттігін айтқан болатын.